видеода көретіндеріңіз. Ассалаумағалейкум қарапайым мастер арнасының көрермендері. Бүгінгі видеода мен сіздерге кілем жууға арналған лайфхак көрсететін боламын. Яғни кез келген үйде бар зат дрель арқылы біз кілемді әп-сәтте жуып шығатын боламыз. Ал сіздер видеоны мұқият қарап отырсаңыздар жеткілікті. Алдымен біз жуандығы 1 см болатын фанера ағашын шеңберлеп кесіп аламыз. Келесі кезекте біз осы фанерамызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Біз шеңберімізді бұрға арқылы тесіп алдық. Енді бізге щетка керек болады. Бізге 1 емес 3 щетка керек болады. Яғни бағанағы шеңберіміздің 3 бөлігінде орнатылып тұрады. Дәл бағанағы фанерді тескен өлшемде щетканы да 2 нүктесінен тесеміз. Бізге бұл бұранда арқылы бекіту үшін қажет болады. Біз жақсылап қатты қағазбен сызған дақтарымызды тегістеп жоқ қылып жібереміз. Біз құрылыс дүкендерінен 3 см және соңғысы 5 см болтты сатып алуымыз керек. 6 бөлігі щеткаларды мықтылап ұстап тұратын болады, ал соңғы 5 см ең ұзын бұрандамыз осы шеңберіміздің қақ ортасында өзіміздің шуруповертке бекітіліп тұрады. Міне, 3 щетканы ағашқа орнаттық. Енді біз мына темірге әрине өзіміздің дрелімізді орнататын боламыз. Шуруповерт.
Ал ендеше ары қарай көріңіздер. beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, Достар, біз жасап біттік. Енді біз осы құралымыздың қалай жұмыс жасайтынын тексерейік. if I can lay down beside you, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Үстіп мен ініме беріп, өзім кеттім. You should know it. You've been gone for way. Достар, видеом соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Каналға жазып лайк басып кетіңіздер. Дәл осындай келесі керемет видеода кездескенше сау болыңыздар.